Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін шпрот қосылған салат дайындайтын боламыз. Бізге керекті қызылша, қайнаған жұмыртқа, картоп, сәбіз, бір банка шпрот. Барлығын үкіштен өткізіп аламыз. Бірінші қабатына картопымызды саламыз. Оның үстіне майонез жағамыз. Шпротымызды майдалап аламыз. Оның үстіне шпротты саламыз. Оның үстіне де майонез жағып аламыз. Үкіштен өткен сәбіз саламыз. Үстіне майонез жағамыз. Келесі қабатын үкіштен өткен жұмыртқаның ағын саламыз. Тағы картоп саламыз. Ары қарай барлығын қайталаймыз. Ең жоғарғы қабатына жұмыртқаның сарысын саламыз. Шетіне қызылшамызды жағып шығамыз. Қалған қызылшамызбен бетін әрлейміз. Қызылшамызды видеодағыдай жіңішке қылып турап аламыз. Ары қарай видеодағыдай гүл жасаймыз. Міне гүліміз дайын болды. Оны салатымыздың бетіне қоямыз. Міне салатымыз да дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.